Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай тары көженің жасалушын ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Бұл көжені босанған әйелдерге өте пайдалы, омырауынан шықпаған кезде сүт шығуына көмектесетін, дәруменге өте бай. Кейбір жерлерде бұны сүт көже деп айтады. Алдымен тарымызды жақсылап тазалап алып, осылай салқын суда жуып аламыз 2-3 қайтара. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды. Осылай үстіне тарымыз бататындай етіп су құйып, татымына қарай кішкене тұз, шекер салып, жақсылап араластырып, бұқтырып қайнатамыз. Мінекей осылай қайнатып аламыз. Қайнаған кезде бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Осылай жақсылап суы тартылып, қайнап, тарыларымыз жібіп, жұмсап, жарылғанға шейін осылай қайнатамыз. Мінекей біздің суымыз тартылып, тарыларымыз жарылып пісті, көбейіп, ісініп. Енді осының үстіне сүтімізді құйып, тағы бір қайнатамыз. Қайнағаннан кейін осылай бір араластырып, үстіне сармайымыз салып, ұсына берсек болады. Мінекей біздің көжеміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аса жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Ғалия. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қолдап жіберіңіздер.